Павлодарда білім мекемелерінің басшылығына үміткерлер тест тапсыруды бастады. Басшылық қызметте 74 мемлекеттік қызметші өз кандидатурасын ұсынған болса, солардың 67-сі сынаққа қатысты. Жалпы үміткерлер басшылық қызметке келу үшін 4 кезеңнен өтеді. Ол қандай кезеңдер? Бұл сауалға тілшіміз Есенбек Санатұлы жауап іздеп көрді. Білім және ғылым министрлігінің жаңа ережесіне сай биылдан бастап білім беру мекемелеріне басшы тағайындау конкурстық негізде жүргізіледі. Яғни үміткерлер 4 кезеңдік сынақтан өтеді. Бірінші кезең үміткердің біліктілігін бағалау. Бұл ретте сынаққа қатысушы 120 сұрақтан тұратын тестке жауап береді. Сіздерге 3 сағат уақыт беріледі тестілеуге өтуге. 120 сұрақ, оның ішінде 100 сұрақ нормативтік құқықтық актілер бойынша. Оның ішінде ата заң, білім беру және жемқорлық заңы секілді құқықтық нормативтік заңнамалар, сондай-ақ педагогика мен психология заңдарынан сұрақтар бар. Кандидаттар 50%, әр бағыт бойынша 50% балдарды ұтып алу керек. Соңында әр кандидатқа тестілеу өткен туралы сертификат беріледі. Бұл сертификат осы өңірде тек қана жарамды және бір күнтізбелік жылға жарамды. Сол сертификат арқылы ол ары қарай конкурсқа қатыса алады. Тест тапсырып сертификат алып шыққан үміткер екінші кезеңде мектептің қамқоршылық кеңесінің рұқсатын алуы тиіс. Ережедегі бұл өзгерістер жемқорлықпен күресуді мақсат еткен Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі арқылы жүзеге асады. Ең басты ұстаным білім беру мекемесінде жемқорлыққа жол бермеу. Біз өз тарапымыздан жемқорлыққа жол бермеуіміз керек. Әрине ата-аналар ретінде, өйткені біздің қорымызға көптеген қаражат түсіп жатыр. Бұл қаражат мемлекеттен емес, жалпы ата-аналардың түсіп жатыр. Соны тиімді пайдалану ең бірінші біздің жауапкершілігіміз. Екі кезеңнен сүрінбей өткен үміткер одан кейін облыстық білім беру басқармасына даму жоспарын ұсынып, ең соңында білім беру органдарының кеңесінен өтеді. Есенбек Санатұлы, Қанат Ахметжанов, Ертіс ақпарат.